Сәлем, кішкентай тыңдарман. Ертегі басталмас бұрын арнаға жазылып, достарыңмен бөлісіп қой. Енді ертегі еліне бірге аттанайық. Сиқырлы орман мен ай қыз. Ертеде шалғайдағы бір таудың етегінде кішкентай ғана ауылда ай қыз есімді қыз өмір сүріпті. Ол ерекше сезімтал, жүрегі жұмсақ, қиялы шексіз бала болатын. Оның бір қызығы ай қыз не армандаса түсінде соны көретін. Ал бір күні түсінде ол бір түрлі орман көріпті. Ағаштар сөйлейді, бұлақ ән салады, ал күннің сәулесі жүрекке жылу сыйлайды. Сол түсте орманнан бір дауыс естіпті. Ай қыз, біз сені күтіп жүрміз, сен біздің соңғы үмітімізсің. Оянғаннан кейін ай қыз осы орманды табамын деп шешеді. Ол анасына айтып, тауға қарай жалғыз өзі жол тартады. Көп жүріп, бір бұлаққа жетеді. Бұлақтың суы мөлдір екен. Ол сусындамақ болғанда, бұлақтың ішінен бір дауыс шығады. Ай қыз, егер шын жүрекпен көмектескің келсе, судың арғы бетіне өт. Бірақ жүрегінде қорқыныш болса, қайта орал. Ай қыз жүрегін тыңдайды да, батыл түрде суды кешіп өтеді. Кенет ол басқа әлемге тап болады. Сиқырлы орман. Бұл жерде сағаттар кері жүреді. Ағаштар ертегі айтады, ал көбелектер жарық шашып ұшады. Орманның дәл ортасында алып емен ағашы бар екен. Ол сөйлей бастайды. Ай қыз, біздің орманды зұлым Түней ханым қарғап тастады. Барлық қуаныш пен күлкі жоғалып барады. Тек сен ғана сиқырлы күлкіні қайтара аласың. Қалай? Деп сұрады ай қыз. Сенің күлкің нағыз таза, шынайы қуаныш. Ол сиқырлы күміс қоңырауды оятады. Қоңырау оянса, Түней ханымның қарғысы жойылады. Сөйтіп, ай қызға 3 тапсырма беріледі. Көңілсіз көлге бару, ашу толқынын тыныштандыру, үміт қалған үміт гүлін табу. Ол алдымен көңілсіз көлге барады. Бұл көлде күлкі естілмейді. Адамдар көлеңкеге айналып кетеді. Ай қыз көлге қарап, өз әжесінің айтқан әзілдерін есіне алады да, күліп жібереді. Көл дірілдеп, шағылыса бастайды. Бірден су мөлдірленіп, күлкі дыбысы қайта оралады. Келесі тапсырма ашу толқыны. Бұл жерде айғай мен реніштер жел сияқты гуілдеп тұрады. Ай қыз ән сала бастайды. Анасының айтатын бесігі естеріне түсіп, оны жүрекпен айтады. Толқын баяулап тынышталады. Соңғысы үміт гүлі. Ай қыз оны ормандағы қараңғы бұрыштан табады. Ол өте әлсіз, сола бастаған екен. Қыз гүлге қарап, мен сені ешқашан ұмытпаймын дейді. Сол сәтте гүл жарық шашып, айналаны нұрландырады. Қыз 3 тапсырманы да орындап, емен ағашына оралады. Қоңырау жарқ етіп оянып, сиқырлы дыбыс шығады. Барлық орман күлімдеп,
түстер қайта оралады. Түней ханым бұрынғы сиқыршы екен. Ол өзі қуанышсыздықтан зұлымға айналған. Айқыз оған күлімдеп қарап, сізге кешірім де, күлкі де жарасады дейді. Сол күннен бастап орманға ешқандай қарғыс түспейді. Ал Айқыз ауылына оралып, армандардың жүректен басталатынын түсінеді. Соңы.